Тарих беттерін парақтасақ, қасиетті қазақ елінің таза болмысын, қазақ ұлтының нағыз мінезін қай өнер түрі шыншыл түрде айшықтап бейнелады десек, әрине ол күй өнері. Өйткені күй тек қана өнер емес, ол қазақ руханиятының жаны, ұлттық құндылықтарының негізі. Күй тарталатын күйшісі бар халық, сезімі жоғары, ойы ұшқыр, жан дүниесі өте бай халық. Мұндай тектеде киелі өнер түрі орыс, ағылшын, тіпті корей халқында да жоқ. Біздің халық мұңайса да, шаттанса да, домбыраға қол созып күй күмбірлеткен. Күй адамды жақсы дүниеге тәрбиелейді, адамды ізгілікке, адамгершілікке шақырады. Күй тыңдап өскен жан ешқашанда жамандыққа бара алмайды. Сондықтан да күйді қадірлі әрі киелі санаған. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр Мырзалиев айтқандай, күй қазақ халқының негізгі болмысын көрсетуші, ал домбыра сол кереметті дүниеге әкелетін негізгі аспап болып табылады. Халқымыздың танымын көтерудің бірден бір жолы бабаларымыздан асыл мұра болып қалған дүйін дәуірдің дәйекті дерегін шертетін күй өнері. Күй деген сөзбен есімі пара-пар тұратын күй өнерінің майталмандары, асқан дүлдүл домбырашылары Құрманғазы Сағырбайұлы және Дина Нұрпейісова. Құрманғазы Сағырбайұлының Балбырауын күйіне тоқталып өтсем. Балбырауын күйі Құрманғазы түрмеде болған кезде Браун деген граф бал ұйымдастырады. Балға арнайы Құрманғазыны алдырады. Балбырауынды Құрманғазы сол дворянның балында бірден шығарған екен. Балбырауын сөзіне түсіндірме сөздікте мынадай анықтама берілген. Балбырауын жайылымда жақсы өсетін мал азығы, көп жылдық шөптесін өсімдік. Алайда бұл контексте балбырауын сөзі өсімдік емес, жібу, жұмсару, күйге балбырап кету деген мағынада қолданылып тұрған секілді.